ацетилсалицил қышқылы халық арасында аспирин атауымен танымал. Бас ауырса немесе тұмаудың бастапқы кезінде аспиринді қабылдап аурудың алдын аламыз. Дәрігер рецептінсіз сатылатын медикаменттердің бірі. Одан бөлек оның біз біле бермейтін бірнеше пайдасы бар. Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Гүлмира аспириннің қаншама пайдасы бар екенін айтатын боламын. Видеоның соңына дейін көріңіздер. Қатерлі ісікке қарсы. Қатерлі ісік жасушалары барлық адамда бар. Ол кез келген ағзаның жасушасында кездесуі мүмкін. Қанда олар тромбтарға жабысып алып, сол аймақта өседі. Дегенмен ацетилсалицил қышқылы тромбоциттерге бір-біріне жабысып қалуына мүмкіндік бермейді. Осылайша қатерлі ісіктің алдын алады. Оксфорд университетінің зерттеушілері аспиринді аз мөлшерде 5 жыл бойына күнделікті қабылдау рак ауруының туындауын 20%-ға азайтатынын дәлелдеген. Безеулермен күреседі. Аспириннің негізгі құрамы салицил қышқылы, терідегі ұсақ тесіктерді тазартып, қабынуды басады. Аспириннің бір таблеткасын 3 қасық суға ертіп, безеуге жағып қойыңыз. Бірнеше уақыттан соң қабынуды басылады. Одан бөлек массаж жағып, кейін асқынған жағдайда аспирин қызаруды басуға көмектеседі. Оның үстіне ісікті де кетіреді. Сүйелді кетіреді. Сүйелді кетіру үшін аспириннің 3 таблеткасын ұнтақтап, оны 1 қасық лимон шырыны мен 2 ас қасық сумен араластырасыз. Пайда болған пастаны сүйелге жағып, жапсырғышпен пластырмен бекітіп 1 күн ұстау керек. Осылайша сүйелден арылуға болады. Аспирин шашыңызға да пайдасын тигізеді. Ол шашыңызды тегіс әрі жарқыраған етеді. Оған қоса боянғаннан кейін түсін сақтауға көмектеседі. 1 шыны жылы суда аспиринді ертеміз, шашыңызды жуған соң дайындалған масканы жағыңыз, 15 минутқа қалдырып жуып тастаңыз. Киімдегі терден қалған дақты кетіреді. Терден қалған дақтар себепті жарамсыз күйге түскен киіміңізге аспирин екінші өмір сыйлайды. Аспириннің 1 таблеткасын жылы сумен араластырып, дақтарға жағып 1 түнге қалдырыңыз. Мұнан соң киіміңізді жуыңыз. Нәтижесінде қуантары анық. Ұсынылған кеңестерді қолданар алдында терапевт немесе дерматолог маманмен ақылдасуға кеңес береміз. Осындай бірнеше пайдасы бар екен сіздерге жоғарыда айтып өттім. Тағы да қызықты пайдалы видеоларды көру үшін YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.